Қолғап ертегісі. Ертеде бір атай жүгімен орманға келе жатып, қолындағы бір қолбағын түсіріп алады. Оны көрген тышқан, мен енді осында тұрамын деп ішіне кіріп алады. Одан кейін қолғапты көріп, желаяқ қоян келеді. Қолғапта кім бар деп сұрайды. Мен шиқылдауық тышқанмын, ал сен кімсің деп сұрайды. Ал мен желаяқ қоянмын, мені де кіргізші дейді. Тышқан кел деп олар енді екеу болады. Содан қу түлкі келеді. Мына қолбақта кім тұрады деп сұрайды. Олар шиқылдауық тышқанмын, мен желаяқ қоянмын, ал сен кімсің деп сұрайды. Мен қу түлкімін, мені де кіргізіңдерші дейді. Олар жарайды, келе ғой деп кіргізеді. Одан соң алыстан сұр қасқыр келеді. Мына қолғапта кім тұрады дейді. Бұлар шиқылдауық тышқанмын, желаяқ қоянмын, ал мен қу түлкімін дейді. Ал сен кімсің дейді. Мен сұр қасқырмын, мен де сендермен тұрсам бола ма дейді. Сөйтіп қолбаққа төртеуі де сыйып кетеді. Солай отырғанда аю да келеді. Мына қолғапта кім бар дейді. Олар шиқылдауық тышқанмын, желаяқ қоянмын, мен қу түлкімін, ал мен сұр қасқырмын, ал сен кімсің дейді. Мен қорбаңдаған аюмын, мені де сендермен тұрсам бола ма дейді. Жоқ, болмайды, біз өзіміз көппіз, сені қалай сыйдырамыз дейді. Аю қалай болса да сыямыз дейді. Олар жарайды, кел жанымызға дейді. Солай аю да сыйып, олар бесеу болады. Қолғаптың іші тар, жарылайын деп тұрғандай. Бір кезде атай өзінің қолбағының жоқ екенін байқап қалады. Сөйтіп қолбағын іздеуге қайта кері қарай қайтады. Иті болса алға қарай жүгіріп кетіп еді. Жүгіріп келе жатып қолбақты көреді. Қолғап қозғалып жатыр өзінен өзі. Ит ап, ап, ап деп үреді. Қолғап ішіндегі аңдар барлығы қорқып, жан-жаққа қаша кетеді. Атай өз қолбағының табылғанына қуанып қалады.